Сыр футболының жанкүйерлері үшін бұл күтпеген әрі тарихи жаңалық болды. Еуропа жасыл алаңдарына атой салған Виктор Мозес ресми түрде қайсар ойыншысы танды. Баспасөз конференциясында клуб басшылығы мен ойыншы арасындағы екіжақты келісімге қол қойылып, футболшыға 11-ші аймақтың, яғни Қызылорда облысының символына айналған 11-ші нөмірлі жеде салтанатты түрде табысталды. Қайсардың жейдесін кию мен үшін үлкен мәртебе. Мен мұнда жай ғана ойыншы болу үшін емес, клуб тарихында өз қолтаңбамды қалдыру үшін келдім. Әр матчта жанымды салып, сенімдеріңізді ақтауға уәде беремін. Көп гол күтіңіздер. Мозестің мансабына көз жүгіртсек, нағыз чемпиондық қолтаңбаны көреміз. Кристал Пэлас, Сток Сити, Вест Хэм, Челси, Ливерпуль, Лутон Таун, Фенербахче, Интер және мәскеулік Спартак ұжымдарына доп тепкен. Челси сапында Эден Азар, Джон Терри және Сес Фабрегас сынды әлемдік жұлдызды ойыншылармен иықтіресе ойын ойнап, Англия чемпионы атанған. Мұндай деңгейдегі легионердің келуі қасқырлардың алдағы маусымда тек жүлделі орындардан көрінуді көздеп отырғанын аңғартса керек. Клуб басшылығы тәжірибелі ойыншының келуі команданың имиджін көтеріп қана қоймай, жергілікті жастарға үлкен мектеп болатынына сенімді. 35 жастағы жартылай қорғаушы мен клуб арасындағы келісім 2026 жылдың желтоқсанына дейін жасалған. Ол жаз Дәуіт, Аружан Бейсенбаева, Руслан Жүсіпбеков, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.